Халықаралық астрономиялық зерттеу орталығының мәліметі бойынша биыл 18 қазан, жексенбі Рабиғул әуәл айының 1 күні деп белгіленді. Рабиғул әуәл хижри жыл санауы бойынша 3 айдың атауы. Бұл айға мұсылмандар ерекше мән береді. Өйткені Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дәл осы айда дүниеге келген. Амина анамыз болашақ пайғамбарға жүкті болды. Оның көтеріп жүрген баласы жай ғана емес, хайырлы, берекелі бала еді. Әлі дүние көзін ашпаған баланың құрметіне Алла тағала Меккені басып алмақшы болған Абраханың басшылығында келген үлкен бір әскерді тоқтатқан. Амина қайта-қайта түс көретін. Түсінде ғайыптан естілген дауыс оған: «Сен осы үмметтің ұлық бір затына жүктісің» деп айтатын. Қағбаны бұзу ниетімен келе жатқан піл иелері жойылған күннен 50 күн өтіп Аминаның толғағы қысты. Аминаның перзенті басқа елдердің әдетінен өзгеше жағдайда дүниеге келді. Адамзаттың асылы, Алла елшісі, ардақты пайғамбар Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рабиғул әуәл айының 12-сінде дүйсенбі күні нұр шашып дүние есігін ашты. Бұл нұр жахилият қараңғылығынан құтқарушы, ширк пен бидғаттан арылтушы хидаят нұры еді. Алла тағала: «Уа, Мұхаммед, біз сені бүкіл әлемге рахым етіп жібердік» деген. Шынында Алла елшісі бүкіл әлемге рахым, мейірім, шапағат. Мұсылмандар оның алып келген хидаяты себебінен екі дүние бақытына жетеді. Кәпір мен мүшриктердің кесірінен дүниеге жалпы пәле апат келмесі де оның шапағатынан. Әбу Хурайра, оған Алла разы болсын, риуаят еткен хадисте бір күні: «Уа, Расулалла, мүшриктерді қарғап дұға етіңіз» деп сұрады. Сонда ол: «Мен лағнет айтушы етіп емес, рахым етіп жіберілгенмін» деді. Әбу Умама, оған Алла разы болсын, риуаят еткен хадисте Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Мен бүкіл әлемге рахым, тақуалы жандарға хидаят етіп жіберілгенмін» деп айтқан. Алла тағала: «Уа, мүминдер, әлбетте сендер үшін Алла және ақырет күніне үміт еткен, Алланы көп жад еткен адамдар үшін Алланың пайғамбарында, оның иманы мен ақлағында көркем ғибрат бар» деген пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқан әрбір сөздерінде, істерінде, жағдайларында, тіпті үндемеулерінде де біз, мүмин мұсылмандар үшін үлкен ғибрат бар. Кім оған ерсе, ең жақсы үмметтің дары адамдары қатарынан орын алады. Сонымен қатар Рабиғул әуәл айында сүйікті пайғамбарымызға салауат пен сәлем жолданады. Ол кісі: «Кім маған 1 рет салауат айтса, Алла оған 10 рет салауат айтады» деген. Жоғарыда айтылған істер қиямет күні пайғамбарымыздың шапағатына жетуге себеп болады деп үміт етеміз. Алла тағала бұл айды баршамызға құтты етсін, пайғамбарымыздың өмірін үйреніп, ықылас пен оның сүннеттерін орындап, жаратқан иеміздің разылығын табуды нәсіп еткей.